Бүгін бізде жаңа рубрика және қонақта Том Холланд, Человек-паук. I love dogs with all my heart. I hate cats. They're evil, conniving, very... Someone's giving me eyes, because you're a cat person, I can tell. No, I don't mind cats. They just... I'm also allergic to them. I love dogs with all my heart. Мен жан тәніммен иттерді жақсы көремін. Негізі I like you, I love you дегеннен гөрі осы тіркесті қолдансаңыздар болады. I love you with all my heart. Мен сені жан тәніммен жақсы көремін. Том Холланд бұл жақта мен иттерді жан тәніммен жақсы көремін деді. I hate cats. Мен мысықтарды жеп көремін. Бұл понятно деп ойлаймын. They are evil, conniving. They are evil. Олар прям жаман нәрсе, зло дейді. Conniving, что-то раздражающее. Даже conniving деген сөзді еще подлиза адамдарға да қолданады. Они подлизы, коварные деген сияқты ше, я, жаман ойлары бар, арам деген сияқты айтып жатыр. Дальше аудиторияға қарап, someone is giving me eyes дейді. Біреу мен көзімді шұқиын деп жатқан шығар, или біреу маған бір жаман қарап тұрған шығар. Because you are a cat person, I can tell. Потому что сен точно мысықты жақсы көретін адамсың, я тебе могу сказать. Негізі екке бөлінеді, адамдардың барлығы a cat person, мысықты жақсы көретін, немесе a dog person, итті жақсы көретін. Сіз қайсысын жақсы көресіз? Мен екеуіне де жатпаймын, екеуінен де мен қорқамын. Одан кейін, no, I don't mind cats. То есть, I don't mind деген көбінесе нейтрально қараймын, яғни маған бәрібір. Мысық па мысық, ит па ит деген сияқты айтып жатыр да. Хотя басында ол негізі жеп көремін деп айтты мысықтарды. Мысалы, I don't mind cooking. Мысалы, мен тамақ істеу керек болса істей саламын, істемеу керек болса істемеймін, я как-то нейтрально отношусь, маған бәрібір. I don't mind cooking. Дәл солай, I don't mind cats. Одан кейін уже эмоцияға беріліп, they're just дейді, негізі менде де осындай отношение. Мысықтарға кейінгі былай денем түршіп кетеді, сондай эмоцияны беріп жатыр. I'm also allergic to them. Менің оларға еще аллергиям бар. I'm allergic to деген тіркесті қолдансаңыздар болады, егер бір нәрсеге аллергияңыз болса. For example, I'm allergic to dogs. Менің иттерге аллергиям бар. Сонымен біз сіздермен өткен сөз evil, conniving, I love with all my heart және I'm allergic to. Сабақ ұнаса, лайк.